Балалар, бүгінгі математика пәнінен өтетін тақырыбымыз екі шамалмен орындалатын есептер шығару. Саябақта демалу мәдениеті. Сен екі шамалмен орындалатын есепті қысқаша жазба түрінде модельдеуді үйренесің. Бір сәтке балалар, көз алдымызға саябақты елестетіп көрейікші. Біз саябаққа көбіне жаз мезгілінде барамыз. Саябақта түрлі аттракциондар болады. Саябаққа кіру ақылы екенін барлығымыз білеміз. Ендеше билет алып кіруді де ұмытпайық. Өздеріңіздің саябақта өзі ұстау ережесін, демалу мәдениетін ойша құрастырып көрейікші. Жарайсыңдар балалар, саябақта аттракциондарға билет алып мінеміз. Саябақтағы мүлікті бүлдірмеуіміз керек. Берілген аттракциондарға жас ерекшелігіне қарай қолдануымыз керек. Тазалықты сақтап, өз мәдениеттілігімізді көрсетуіміз керек екен. Ендеше балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде кестені пайдаланып есептер құрастыруымыз керек. Ендеше біз манағы саябақта жүрміз. Мысалға, мен сендерге мысал келтірейін. Мысалға, Алмат автобусқа мініп саябаққа келді. Ол автобусқа мінген кезде 40 теңге төледі. Саябаққа келіп, саябаққа кірді. Саябаққа кіру үшін 500 теңге төледі. Балалар, біз Алмат қанша теңге жұмсағанын табуымыз керек. Сол үшін соны санап отырайық. Біз автобусқа міну үшін 40 теңге, саябаққа кіру үшін 500 теңге төледік. Әрі қарай ол саябаққа кіріп, балмұздақ сатып алды 200 теңгеге. Одан кейін балмұздақты жеп болып, батут ойнауға кірді. Батутқа 200 теңге төледі. Батут ойнап болғаннан кейін кинотеатрға билет алды. Кинотеатрға, балалардың театрға кіру билеті бұл жерде 350 теңге. Енді балалар, осы есепке қысқаша шартын, шешуін, жауабын жазайық. Автобустағы балалар билеті 40 теңге, саябаққа кіру билеті 500 теңге, батут 200 теңге, балмұздақ 200 теңге, балалардың театрға кіру билеті 350 теңге. Нені табуымыз керек балалар? Барлық жұмсалған ақшаны табуымыз керек екен. Шешуі, барлығын біз не істейміз балалар? Қосамыз. Жақша ішіне 500 қосылған 40, қосылған жақша ішіне 200 қосылған 200, қосылған 350. Тең 1290. Жауабы: Алмат барлығы 1200 теңге жұмсады. Оқулығымыздың 45-ші бетіндегі 4-ші есепті шығарамыз. Дескриптор. Есептің қысқаша шартын жазамыз, есептің шешуін жазамыз, есептің жауабын жазамыз. Келесі тапсырма. 45-ші беттегі оқулығымыздағы 3-ші есеп. Сен 700 теңгеге не сатып аласың? Мысал келтіріп, өрнек жазамыз.